Сәлем қыздар, мен сіздерге өзімнің балық қуыратын әдісімен бөлісетін боламын. Ол үшін маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менде сазан балығын салқын сумен жақсылап жуып, оны колечко етіп бөліп алдым. Және жақсылап тұздап, 1-2 сағатқа қойып қоямын. Екі стакан салқын суға көз мөлшермен ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып отырып байқасаңыздар болады, қою болып қалған жағдайда су қоссаңыздар болады. Енді балығымызды осылай батырып аламыз. Және қызып тұрған отта, орташа отта жақсылап қуырып аламыз қызарғанша.